Анашым, бар енді, әкем сені міндетті түрде тыңдайды. Сәубай, жоқ, еркелеме, жарай ма? Анашым, тұрш енді. Ол сені тыңдайды ғой, бара ғой. Сәубай, қойшы енді. Шық. Әке, анашым саған бір нәрсе айтам дейді. Маханымнан есікті ашуын өтінем. Көтсетсін, не ғой, Сәубай сенен ертерек жаттап ұйықтауыңды өтінді. Сен түнге дейін тым көп отырасың, бұл денсаулыққа зиян. Сен ше? Мен? Сәубай менің ерте жатуымды қадағалайды. Ал сен ше? Сен де мені уайымдайсың ба? Сен Сәубайдың әкесісің ғой. Мен сенің денсаулығыңды ойлайым. Бұл ақылға қонымды ғой. Сенің денің сау болса, Сәубайға қамқор боласың. Мен Сәубайдың әкесі болғаным үшін ғана ма? Иә, бұл біздің келісім шартта анық жазылған. 2 айдан кейін мен гуәулетін қалдырам. Осы 2 ай ішінде Сәубай үшін болса да саған қамқор болуым керек. Дұрыс қой. Солай. Менің физикалық жағдайыма да ма?